тобына келіп отырыңыздар. Тез алсыз деген жақсы жылу үйлескен ата-аналарыңыз қалай еркелетеді. Сол сияқты өздеріңізге, бір-бірлеріңізге қарап, жылы сөздеріңізбен еркелетсеңіздер, тез-тез 2-3 минуттық уақытты жібереді. Кім қалай өздерінің топтарында бір-бірлерін жақсы көру үшін тақырыбымыз қаныққан және қанықпаған бұлар. Яғни будың екі түрі бар екен, қаныққан бұл, қанықпаған бұл дегеніміз не? Олардың қасиеттері қандай құбылыстарда жүреді бұларымыз. Яғни осы бұлардың қызметтері, құбылыстары барлығы бойынша біз өткен тақырыпта өткенбіз. Өткен тақырып бойынша кім сабақ айтады? Ешкімде болатын кезде біз қаныққан бұл деп айтамыз. Яғни бір ыдысқа су қойып соның бетін қақпақпен жабатын болсақ, ол бұлан өз бойы ауаның алған болған судың алған теңескенде біз қаныққан бұл деп айтамыз. Қаныққан бұл дегеніміз қаныққан бұл өз сүйегімен тепе-тең күйін сақтайтын ауаны айтамыз. Ал бұл дегеніміз өз сүйегімен мына жерде алданың аты жазылған. Осы бойынша программа бойынша қазір сіздерге сұрақ береміз. Сол сұрақтар бойынша ары жауап бересіздер. Сұрақ: мұз қай температурада ериді? 0 градусқа ериді. 0 градуста ериді екен. Енді сіздерді екі топқа бөлінген екен. Сіздердің сабақ айтқандарын степендер бойынша қазір бағалайтын боламыз. Жинап отырасыздар. Физиканың бірінші ұстаз атанған ғалым Аристотель. Нұрсұлтан ма? Нұрсұлтан? 14. Су неше градуста қайнайды? 100 градуста қайнайды екен. Яғни біз жаңағы сабақ бойынша қаныққан және қанықпаған келетіндер сулардың қайнауы, буға айналуы туралы айтқан кезде осы дүниені бұлардың үшін ең бірінші біз екі құбылысты білу керекпіз. Қайнау және кеу. Және қайнау. Алдын айтып қаныққан және қанықпаған бұда бізде не керек дедік? Ол жазық даладағы жаңағы көлемде, мысалы теңізіміз бар, көлдеріміз бар, олардың өзі ешқандай қайнаусызақ ол бу болады. Бұда арқылы өздерінің процестері бойынша жаңағы суға айналып тіршілік қызмет атқара береді. Сол сияқты бізде бұларында кебу және қайнау құбылыстары пайда болады екен. Енді қараңыздар, кебу дегеніміз не? Кебу заттың сұйық және қатты агрегаттық күйлер бар бізде. Қандай қатты, сұйық, газ, осы үш қасиеті бар құбылыстарда олардың температуралары, беттік аудандары осы алынатын сұйықтықтарға байланысты екенін көріп кетеді. Енді бізде булану, осы кебу, қайнау процестерінде ең бірінші жаңағы құбылыстарын айтып кетсек, қайнау бұл сұйықтықта оларға қатысты барлық нелер сұйықтықтар бөлініп отырады. Және олардың қайнаған кезде олардың құбылыстарында жаңағы қайнау процесінде бу пайда болады деген осы құбылыстар арқылы. Яғни су 100 градуста не істейді? Қайнайды. Еріту үшін оларды біз не істейміз? 100 градуста қайнайды. Мына суды аламыз. Бір тамшы құйдық. Жайылып кетті. Не істеді? Ол жайылып бетіне сіңіп кетті. Қатты денелер. Мысалға сіздер жылтырағына партаңызды тамызатын болсақ, не істейді? Яғни қатты денелердің де қандай қасиеттері бар екен? Бойына сұйықтарды, су болсын, басқа заттар болсын, яғни ол бойына не істейді? Сіңіреді және сырғанау, яғни аққышлық құбылыстары байқалады екен. Енді қараңыздар, мына болмаса біздің айнаны шыны тұстарды алайық. Мына шыны тұстар не істейді ол? Әртүрлі формаға салынып, не істейді? Ағу құбылысын арқылы жүргізіп кетеді. Яғни өзінің бойындағы бар құбылыстарды
әртүрлі қалыпта не істеуге болады? Көрсетуге болады. Яғни қатты дене өзінің бойында әртүрлі қалыпта жүргізуге болады екен. Яғни осылардың барлығы денелердің яғни ақышты қасиеттеріне бар екенін байқауымызға болады. Енді боз, біреуінде су бар стакан. Енді қараңыз, сұйық дене дегеніміз тек аққыштық қасиеті бар бойында. Аққыштық қасиеті бар бір денені екінші денеге толтыру. Яғни сұйықтар ешқашан бір қалыпта тұра алмайды. Олар өзіндік пішіндерін өзгертіп, басқа затты не істейді? Пішінін өзгертіп толтыра алады. Аққыштық қасиеттері тек біз сұйықтарды ағу қасиетімен ғана білеміз. Мысалға, машинаға майды құятын кезде не істейді ол? Яғни машогына майды құю арқылы, яғни аққыштық қасиет. Осы құбылыспен ғана анықтауға болады. Қараңыздар, сұйық, және сұйық заттың агрегаттық үш күйі бар. Сұйық, газ, сосын қатты денелер. Олар өздерінің қасиеттері бойынша, яғни өздерінің қасиеттері бойынша, яғни осылардың қызметі қандай екен? Яғни біз бұл жерде кемпір қосақ әдісін істеуімізге болады. Енді қараңыздар, бұл жерде қалай істеуге болады? Яғни кез келген денелер, яғни мысалы біздің алып тұрғанымыз мата ретінде алып, мысалы осы матаға төрт яғни түстердің бір-біріне жалғастыру арқылы салған кезде, яғни олардың бойына сіңуі, бойына сіңеді, және олардың бойына сіңу арқылы өзіндік құбылыстарды істейді, шығара алады. Яғни олар, қараңыздар, қазір кішкене ұштарын тигізгенмен, олар не істеп жатыр? Бойына, яғни сұйықтықтар не істеп жатыр? Жайылып жатыр. Яғни бұл бізде сұйықтықтардың ең бірінші бір қасиеті, ол өзіндік бойына басқа құбылыстарды жайылу, яғни сұйықтықтардың ақышты қасиеттеріне жіберіп отыр. Яғни бұл жерде біз кемпір қосақ әдісін істеп жатыр. Мына сұйықтар қараңдар, жаңа біз тек басын барлығын ұшын салдық, оның бойына не істеп жатыр? Сіңіріп жатыр. Яғни бұл жерде түстердің, яғни түстердің қандай бойына жалғасуы, қалай сіңіруі, және түстердің сұйық денелердің барлығының атқарып жатқан қызметтері әртүрлі екенін естеуге болады, байқауымызға болады екен. Енді жақсылап оны араластырып, тұзы ергенше оны істейміз, араластырамыз. Бір жұмыртқаны таза суға, біреуін тұз суға салып көреміз. Міне, енді қара. Енді сен осыны қалай түстіріп кете аласың? Бұл неден болды? Қалай болды? Таза болған астына алып. Яғни оның судың тығыздығы, тұқымның тығыздығы артып тұр. Ана жерде тұқымдікі тұз салған соң ескектер тұқымның тығыздығы азайып кетеді. Мына қараңдар енді, мына Арманның істеген тәжірибесі бойынша біреу таза су, біреу таза су, және біреу тұзды суға, яғни біздің тұқымыз істегі бетінде таза судағы жұмыртқамыз өзіндік несін жоғалтып, тығыздығы, яғни судың тығыздығы стакан диаметріне келген қағаз. Қағазды аламыз. Қағазды алдырыпты. Сосын тола не деген? Стаканда жиегіне дейін су толтырып, қағазбен жап. Тола, қайтып істейсің? Жиегіне дейін не істе деген? Су толтырды. Жиегіне дейін істе. Толтыр. Толтыр. Суға ема. Мынадан
Енді шапшаңырақ аударасың. Қол бүйтіріп, қатты жасасың. Яғни не істеп тұр бұл жерде? Не байқалып тұр дейді. Яғни бұл жерде жоғары қарап, стакан өте шапшай төңкеріп тұрсын. Қолын еттеп қағазды жайлап. Енді сол немен сен енді мына қолын жіберіп, сол қолмен жайлап көтеріп көр. Көрдің ба? Мына қараш, сабынды бүйтіп ұстап тұрсаң, не істеп тұр? Яғни олардың сабын мен тарелка су яғни сұйықтықтардың молекулалар өзара не істеп тұр? Байланыстап тұр. Мұздың тығыздығы судың тығыздығынан аз. Яғни сен өзіңізді жалпақ тілімізбен айтқанда, яғни Суда ауа болмайды, от ауамен жағады. Суда ауа жібермейді, от ауасыз жанбайды. Яғни сен өзіңнің тілімен айтқанда, яғни не деп тұр? Жауап бер. Кім жауап бер? Апай болады. Құс жолымен жүре алмайды. Құс көзіңмен көресің, бірақ ұстай алмайсың. Көлеңке. Мына жақта. Тұрып жауап бер. Көлеңке. Тәжірибе. Екінші топтан келді. Екінші топтан отыра бер. Тербеңіз. Отыра берсін. Келесі мына жақтан. Молекулаторынан. Не болды? Жылдамдық болды. Мына топтан кім шығады? Қолдарыңызға жазғандарыңызды тез қойыңыздар. Білдім келеді. Тез жазыңыздар, ілігіп кетіңіздер. Қандай тәжірибеге жасап, соларды көріп келесіздер. Келесі сабақта басқа тәжірибелерді істеу арқылы бағалауға болады. Тез жақсы. Молекула